Бұл оқиға 1919 жылы Мәскеуде болды, және бұл коммунистік партия мен монархистер арасындағы азаматтық соғыс кезеңі болды. Бұл адам Хаммер есімді американдық. Ол коммунистердің жақтаушысы болған, және ол жаңа ғана Троцкийдің кеңсесіне келген. Ол жоғары лауазымды шенеунік болған. Жоғары лауазымды шенеунік. Хаммер коммунистерге қарулы қолдау көрсеткені белгілі болды. Тіпті қару жарақтың сапасы нашар болса да, ол шынымен де мұндай жоғары бағаға тұрарлық па деп сұрады. Хаммер келгеннен кейін көп ұзамай оны жылы қарсы алды, және көп ұзамай кездесу басталды. Дегенмен, сол күнгі кездесу әдеттегіден сәл өзгеше болды. Өйткені Троцкий оған өте құнды затты ұсынғысы келді. Ол граф Петр Урманцевке тиесілі таяқ және императрица Кетриннің жаулап алғаны үшін бұрынғы ескі сыйлығы болды. Бендер бекінісінен бұл затты көрген Хаммер тез арада қазынаның бағасын ұсынды. Бастапқыда бас тартылғанымен, ол шенеунікке армияның қазіргі кездегі қиын жағдайын және оларға көрсеткен қолдауын еске салып, мәміле жасауды талап етті. Ақырында олар келісімге келді, және таяқ миллион рубльге сатылды. Бірнеше күннен кейін Троцкий бұл затты Румынияның Констанца қаласына жөнелтті. Ал хабаршыға қазынаны пойызбен жеткізуді бұйырды. Бұл арада басқа жерде бір адам өмір сүрді. Оған қазір ашулы жергілікті тұрғындар шабуыл жасап жатыр. Өйткені ол Ибрахим Сүлейман есімді көптеген алаяқтық әрекеттерді жасады. Бірақ бәрі оны Ибрахим Бендер деп атады. Ол алаяқ ретінде танымал болды, және ол өлгендерді тірілтіп жатқандай кейіп танытып, жалған алтын жасаудан бастап, әйелді оның зергерлік бұйымдарын ұрлауға алдаумен аяқталатын іс-әрекетінде өте епті болды. Ақырында жиналғандар оның жазасы асылып өлу деп шешті. Бірақ оны ұстау оңай болған жоқ. Өйткені ол пойызға секіріп қашып үлгерді. Сапар кезінде өзін қауіпсіз сезінгеннен кейін, осы пойызда кездейсоқ болған коммунистік партияның командирі оны карта ойынын ойнауға шақырды. Бірақ Бендер қалай ойнауды білмейтінін және таза алтыннан, күмістен жасалған кішкентай сәттілік сүйкімділігінен басқа бәс тігетін ештеңесі жоқ екенін айтты. Алайда көңіл көтеруді аңсаған командир бұл жеткілікті деп шешіп, олар ойнай бастады. Алайда бұл сәтсіз қадам болды. Өйткені Бендер командирден бәрін тартып алуға көп уақыт кетпеді. Оны ештеңесіз, тіпті қалпақсыз қалдырды. Осы кішкентай құмар ойынның арқасында Бендер енді жаңа костюміндегі командирге ұқсады. Бірақ оның қуанышы азайған жоқ. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Өйткені кейбір адамдар кенеттен пойызға шабуыл жасады. Олар коммунистерді де, монархистерді де қолдамайтын анархистік қозғалыстың бір бөлігі болды, және олар қатыгездігімен танымал болды. Командирді атып өлтіргеннен кейін, Бендер өзіне қауіп төніп тұрғанын түсінді. Сондықтан ол бірден шығу жолын табу үшін пойыз вагондарының үстінен жүгірді. Сонымен бірге, қатыгез сарбаздар пойызға мініп, қауіп төндіреді деп ойлағандардың бәрін өлтіре бастады. Ақырында Бендер табыттарға толы белгілі бір вагонға келді. Ішінде ол оққа ұшып, өліп жатқан Троцкий елшісін тапқанына таң қалды. Үмітсіздіктің соңғы әрекетінде бұл адам одан терезесі бар табыттардың біріне жасырылған құнды таяқты сақтауын өтінді. Көп ұзамай шабуылдаушылардың бірі Бендерді командирмін деп ойлап, оны аяқтау үшін келді. Бендер өзінің сарбаз емес екенін және қарулы күштердің бір бөлігі емес екенін түсіндіруге тырысқанымен қаскүнем өлтірілді. Оған бәрібір болды. Бақытымызға орай, Бендер оған көмектесу үшін жеткілікті ақылға ие болды. Пойыздан аман есен шығып үлгерді. Содан кейін акция Солнечноморск деп аталатын қалаға көшті. Ол жағалауға жақын жерде орналасқан, және оны қуатты мафия басшысы басқарған. Оның есімі Мендель болатын. Осы уақытта осы қаланың барында Осип есімді жас әзілкеш өзінің биологиялық әкесінің кім екенін анықтау үшін Фукс есімді белгілі ақпарат берушімен кездесіп жүрген. Өкінішке орай, ол ақпарат берушінің қызметі үшін гонорардың жартысын ғана төлей алды. Бірақ қалған соманы жақын арада төлеуге уәде берді. Өйткені ол сыйақы алады деп күтті. Жалақыңды сол күн аласың. Алайда ол көп ұзамай жағымсыз хабар алды. Өйткені клуб иесі Валиадис оған жалақы төлей алмайтынын түсіндірді. Өйткені сол күні тапқан ақшасының барлығын мафия бастығының ұлы Мишка алып кеткен. Бұл жаңалық Осипті қатты ренжітті. Өйткені ол бұл ақпаратты көптен бері алуға тырысты. Ақыры сахнаға өнер көрсету үшін шыққанда, ол бірден бүкіл көрерменді күлдіретін сарказмды қолдана бастады. Бірақ көп ұзамай бәрі оның әзілдері мафиоздың ұлы Мишкаға қарсы бағытталғанын түсінді. Ол тіпті Мендельге құрмет көрсетіп жатқандай кейіп танытты. Ол да сол жерде болған. Оларда бар ақша салынған сөмкені жасырын түрде ұрлап, содан кейін қашып кеткен. Мен ол жақтанмын. Осип өзін құтқару үшін жүгіріп шыққаннан кейін, ол ақыры бұрышта қалды, бірақ берілмеді. Оның орнына ол барлық ақшаны аспанға лақтырып, одан да көп қиындық туғызды. Бұл аюды одан сайын ашуландырды. Осы уақытта табыттарды пойыздан басқа жерде түсіріп жатқан, және оларды Соколовичтер отбасы алып қашып кеткен. Оның мәйіттерді жерлеуге дайындайтын бизнесі болған. Олар мәйіттерді тексеріп жатқанда, бұл отбасының күйеуі Марк бір мәйіт жетіспейтінін түсінді. Алайда оның әйелі ханым бұл туралы естігісі келмеді. Ол ешқандай шағым түсіргісі келмеді. Екінші жағынан, Осип қуғыншылардан қашқаннан кейін
ол шеберханаға барды. Дүкен Софи Соколович есімді сұлу қызға тиесілі болды. Осип пен Софи бір-бірін бұрыннан білетін және өте жақын болған, бірақ бір-біріне шынайы сезімдерін мойындаудан қорқатын болып шықты. Тағы біреуі. Бұл Софи отбасылық бизнестің өркендеуіне көмектесу үшін Мишкаға үйленеді деп күтілгендіктен болды. Көп ұзамай Аю өз тобымен бірге пайда болды. Бірақ бақытымызға орай, Софи Осиптің табылуына жол бермеу үшін Аюдың назарын аударуға көмектесті. Осип Софиді көргенде қатты қуанды, бірақ үйін сату туралы хабарландыруды көргенде оның көңіл күйі тез өзгерді. Бұған көз жеткізу үшін ол тез үйіне оралып, жағдайды анасынан сұрады. Бұл сұраққа тап болған анасы олардың қаладан кетіп, Констанцаға, содан кейін Францияға заңсыз көлікпен баруға мәжбүр болғанын түсіндірді. Өйткені жағдай оларды мәжбүр етті. Бірақ Осип Софимен бірге болғысы келгендіктен барудан бас тартты. Ол онымен бірге бармаудың қандай да бір себебін ойлап табуға тырысты. Тіпті оның сүйіктісі бар екенін айтты. Алайда анасы махаббатқа сенбеді. Мұның бәрі күйеуі оны Осип туылмай тұрып тастап кеткендіктен болды. Бірақ оның сөзіне қарамастан, ол әлі де қалуға және әкесін табуға бел буады. Екінші жағынан, күшті мафия жетекшісі Мендель қарыздарын төлей алмаған адамдарды өлім жазасына кесіп жатқанын көрді. Сондықтан ол олардың органдарын саталады. Көп ұзамай ұлы келгенде, ол ұлының қалада жасаған хаосына қатты ашуланды. Содан кейін ол оны сөгіп, қатты жазалап, терісіне ұстарамен із қалдырды. Бұл Аюдың өз қателіктерін үнемі есте сақтауы және оларды ешқашан қайталамауы үшін жасалды. Кейінірек Осип қалада қалудың жолын табу үшін көп ойлануға мәжбүр болды және ол әкесін табудың жолы екеніне сенді. Дегенмен, оған Фукстен ақпарат алу үшін әлі де ақша қажет болды. Сондықтан ол өзінің сүйікті Шекспир кітабын сатуға тырысты. Бірақ бұл қиын болды. Өйткені жергілікті тұрғындар оқуға қызығушылық танытпады. Дәл осы кезде Бендер келіп, оған көмектесуді ұсынды және ол Осипке әкесін табу үшін ақша керек екенін білгеннен кейін көмектесуге дайын болды. Содан кейін Бендер кітапты өте жоғары бағаға сатып алды. Бірақ ғибадатханаға қосымша ақша аудару керек деген шарт қойды. Бұл Осипті қатты қуантты және ол Фуксты тауып, қажетті ақпаратты алу үшін дереу қонақ үйге барды. Қонақ үйге келгенде Осип кездейсоқ Эва есімді сұлу қызды кездестірді. Ол өзін поляк дворянының қызымын деп мәлімдеген және оның жанында оққағар болған. Содан кейін ол асығыс қонақ үйдегі үстелінде Фукстың қасына барып, оған ақша төлеуге дайын болды. Бірақ оның Бендерден алған ақшасы 2 нақты купюрамен жабылған. Кәдімгі қағаздан басқа ештеңе емес екенін білгенде қатты таңғалды. Соның салдарынан оның кетуден басқа амалы қалмады. Сол кезде Осип Софиямен кездесудің басқа жолын іздеп, онымен бірге Францияға қашып кетуін өтінді. Алайда ол жауап бермей тұрып, олар сыртта көлік қозғалтқышының қатты гуілін естіді. Бұл олардың достарымен бірге Мендель мен Мишка Софидің әкесімен кездесуге келген банда екені белгілі болды. Марк, мен тойдың тоқтатылмайтынына көз жеткізгім келеді. Мендель өзіне берген уәдесін бұзған адамды өлтіруден тартынбайтынын анық айтты. Қауіпті түсінген Осип Софидің бөлмесінен асығыс түсіп кетті. Ол жерде күтпеген жерден Бендерге тап болды. Бендердің оны алдағанын білген соң, Осип оны ұрып соғудан тартынбады. Төбелес басталды. Бірақ өкінішке орай Мендель мен оның тобы оларды тез тауып алды. Бендердің де мафия тобымен аяқталмаған істері бар екені белгілі болды. Сондықтан Мендель бұл екеуін өлтіруге дайын болды. Алайда Марк олардың үйінің сыртында тәртіпсіздік жасамауын өтінді. Өйткені бұл оның бизнесіне нашар әсер етеді. Осыған байланысты Бендер мен Осипті мафияның штаб-пәтеріне апарды. Содан кейін 17 жыл бұрын Бендер Мендельді алдағаны белгілі болды. Ал Мендель мұны ешқашан ұмытпаған. Олар Мендельді оның орнында кездестіргенде, Бендер әзілмен 17 жылдан кейін тағы бір рет кездесуді ұсынды. Осылайша мафия басшысы бұл туралы ұмытуға мүмкіндік алды. Олардың мәселесі туралы. Бірақ Мишка кенет әкесі осы уақытқа дейін өліп қалуы мүмкін екенін айтты. Бұл Мендельдің ашуын келтіргені, өз баласынан гөрі Осиптің ұлы болғанын қалаймын деп айқайлады. Мұны естіген Мишка оны жақсы қабылдамады және кенеттен өз әкесідан кейін ол өзін мейірімді етіп көрсетіп, Осип пен Бендерді босатты. Алайда, бұл екеуін Мендельді өлтіргені үшін айыпты ету үшін жасалған айла шарғыдан басқа ештеңе емес еді. Содан кейін ол өз адамдарына оларды ұрып, соғуды бұйырды. Бірақ кенеттен оқиға орнына полиция келгенше, екеуі әйтеуір өздерін қорғай алды. Осыдан кейін барлығы әртүрлі нұсқаларды алға тарта бастады. Бұл оқиғаның нұсқалары бір-біріне берілді. Бірақ Мишка өзінің ақшасы мен күшімен дауды жеңіп алды. Ақыры Бендер мен Осипті полиция бөлімшесіне алып кетті. Олар полиция бөлімшесінде күтіп тұрғанда, Осип іздеуде жүрген Бендер бейнеленген плакатты тауып алды. Алайда Бендер оның өзі екенін жоққа шығарды және ол жай ғана қарап тұрғанын айтты. Ол плакаттағы адам сияқты болды. Көп ұзамай полиция бастығы келді. Бірақ ол олардан жауап алу үшін емес, олардың өлім жазасына кесілетінін хабарлау үшін келді. Осип мұны естігенде шошып кетті және оған үкім шығармауды өтінді. Бірақ офицер оның мейірімділік туралы өтінішін елемеді. Содан кейін Осип пен Бендер иттерге арналған кішкентай жәшікке қамалып, сол жерде отырып, өз жағдайлары үшін бір-бірін кінәлай бастады.
басқа адамдардың жазасын алып жатқанын көріп, олардың көзінше өлім жазасына кесілді. Бақытымызға орай, оларға оқ ату кезегі келмей тұрып, Софи пайда болып, оларға қарай бір топ кілттерді лақтырып жіберді. Бендер кілтті алмақ болды, бірақ Осип ептірек болып, өзін босатып алды. Өзіңді босат. Сол шарасыз сәтте Бендер Осиптің әкесі екенін айтты. Бірақ Бендердің оны ертерек алдағанын білген Осип оған сенуден бас тартты. Осиптің қашып кеткені туралы қауесет тез тарады, және бұл көп ұзамай Мишкаға белгілі болды. Сондықтан ол тез арада өз адамдарына Осипті табуды бұйырды. Бірақ Софи оны тоқтатып, Осипті жіберу керек екенін айтты. Және егер ол мұны істесе, ол оған жақсы және адал әйел болатынына уәде берді. Бақытымызға орай, Мишка келісті. Кейінірек, Софи өз бөлмесінде болған кезде, Осип оған жасырын кіріп, оны тағы бір рет өзімен бірге Парижге баруға шақырды. Бірақ ол тез арада бас тартып, Мишкамен бірге болғысы келетінін айтты. Және Осип тенде табысты. Мұны естіген Осип ақыры бас тартып, онымен соңғы рет қоштасып кетіп қалды. Осыдан кейін ол Фуксты іздеп, әкесі туралы ақпарат алу үшін қонақ үйге оралды. Ол Фукстың назарын аударып, ақпаратты ұрлау үшін қулық қолданды. Бірақ ақпарат беруші көп ұзамай мұны түсініп, күзетшіге жүгінді. Күзетшілер Осипті ұстауы керек. Сол шарасыз сәтте Осип сол қонақ үйдегі бөлмелердің біріне кіріп, кездейсоқ Хауаның бөлмесіне кіріп кетті. Бақытымызға орай, оның оққағары ұйықтап жатқан еді. Сондықтан оны ол жерден қуып жібермеді. Тағы да қайталаймын, оның жолы болды. Өйткені оның сыртқы келбеті Хауаны оған көмектесуге және жасырынуға рұқсат беруге талпындырды. Осының арқасында ол әкесі туралы ақпаратпен қонақ үйден қашып құтыла алды. Өкінішке орай, Осип алған мәліметтерін тексергенде, газеттерден тапқаны тек әкесінің тегі Түркиядан екені ғана болды. Осип әкесінің аты Ибрахим екенін біліп, алған мәліметтердің барлығы оны соған жетелеген болып шықты. Бендерге мұны білген соң, ол полиция бөлімшесіне қайта баруды ұйғарып, Бендердің қашып кетуіне көмектесті. Алайда ол әкесіне енді ешқашан көзін көрсетпеуін айтты. Осыдан кейін ол анасымен кетер алдында кездесіп, алған барлық мәліметтерін растау үшін портқа жүгірді. Алайда анасы өткенді айтудан бас тартты. Содан кейін олардың кететін уақыты келді. Алайда соңғы сәтте ол оны алдап, қайыққа жалғыз мініп, қалада жалғыз қалды. Содан кейін сахна өзгеріп, коммунистер монархистерден жеңіліп қалды. Олардың көшбасшысы өлім жазасына кесіліп, 18 жастан асқан әрбір ер азамат партияға кіруге мәжбүр болатын жаңа ереже енгізілді. Ел үшін, соғысу үшін әскерге бар. Сонда бұйрықты орындаудан бас тартқан адам өлтіріледі. Сол кезде Осипті бір сарбаз тұтқындап, әскерге баруға мәжбүр болды. Содан кейін ол олардың штаб пәтеріне келгенде, ол қарсылық көрсетіп, қашып кетуге тырысты. Бірақ оның әрекетін жоғары шенді офицер тоқтатты. Бақытымызға орай, бұл офицер бетперде киген Бендер болып шықты. Ол Осипті аман есен алып кетуге мүмкіндік беретін құпия қызметтен келдім деп өте сенімді өтірік айтты. Ол оған бас тарта алмайтын нәрседе оның көмегіне мұқтаж екенін айтты. Келесі күні таңертең Бендер тағы да өзінің шынымен Осиптің әкесі екенін айтып, екеуінің де қаншалықты зұлым екенін көрсетті. Олар бірде ақылды және айлакер. Дегенмен Осип оның әңгімесіне әлі де сенбеді. Содан кейін Бендер олардың миссиясы өте қымбат нәрсені ұрлау екенін, және бұл американдық кәсіпкер Хамерге тиесілі $1 миллион таяқ екенін, және оның соңынан ергісі келсе, оған көп ақша қажет болғандықтан анасы Францияға Осипке кеткенін айтты. Мен бұл жұмысқа ақыры келістім. Бендер бұл жоспарды ойлап тапқан адам ретінде сатудан түскен ақшаның 80%-ын алғысы келетінін айтты. Бірақ Осип тез бас тартты, және олар Осиптің 40% үлесі туралы келісімге келгенше ұзақ уақыт бойы дауласып жатты. Кейінірек, үйіне қайтып бара жатқанда, Осип әкесі алаяқ емес, батыл авантюрист немесе қаһарман болады деп үміттенетінін мойындады. Мұны естіген Бендер оның бұл әрекеті алаяқтық емес, ашкөз байларды тым көп нәрсеге ие болғаны үшін жазалау екенін айтты. Осиптің ол туралы айтқан пікірінің арқасында Бендер өз үлесін 30%-ға дейін қысқартты. Осыдан кейін олар өз міндеттерін екіге бөлді. Бендер оларды Истанбулға апару үшін қайықты дайындау керек еді. Ал Осип ауыр тоналған сандықты тасымалдау үшін қажет ат арбасын іздеді. Олар сол түні жоспарларын жүзеге асырды. Осип қажетті сандықты табу үшін қоймаға абайлап кіріп кетті. Ал үлкені жағдайды бақылау үшін сыртта қалды. Бірақ кенеттен Софи пайда болып, мылтықты Осипке бағыттады. Ол абайсызда ұсталып, мылтықпен қорқытылғандықтан, Осиптің не істеп жатқанын мойындаудан басқа амалы қалмады. Бақытымызға орай, ол оған көмектесуге дайын болды. Бірнеше минуттан кейін Осип Бендерске оралды, және оның ақшасындағы үлесін 40%-ға дейін арттыруды талап етті. Өйткені олар іздеген сандық қоймада болмаса да, оны қайдан табуға болатыны туралы жаңа ақпарат пайда болды. Басқа амал жоқ екенін сезген Бендер келісіп, Осип оған бұл ақпаратты ашты. Ол сандықтың шын мәнінде терезесі бар табыт екенін, және келесі күні мафия басшысы Менделді жерлеу рәсіміне пайдаланылатынын айтты. Кенеттен Осип ақпаратты жариялағаннан кейін Бендер оған пышақ лақтырды, бірақ ол жас жігітті емес.
олардың артында оларды қылмыс үстінде ұстаған біреуді нысанаға алғаны белгілі болды. Осыдан кейін олар қайтадан теңестірілді. Сондықтан Бендер Осиптің үлесін қайтадан 30%-ға дейін төмендететінін айтып, Менделдің болашағын бақылап отырды. Және егер олар табытты ұрлағысы келсе, оларға кірудің жолы қажет болатынын түсінді. Бендер жаңа идеяға ие болды және Осип олардың кімді ішке кіру үшін пайдалану керектігін жақсы білетін сияқты. Осы уақытта Мишка монархиялық күштердің қолбасшы Аматистовпен кездесті. Ол жерлеу рәсімінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ұсынды. Алайда Мишка мұны бопсалаудың бір түрі деп санады. Бұл екі топ арасындағы атысқа әкеліп соқтырды. Бақытымызға орай, Аматист командирі сабыр сақтап, жерлеу рәсімінде болуы мүмкін жарылыс қаупі туралы хабар алғандықтан ғана көмек ұсынғанын түсіндірді. Екінші жағынан, Бендер жерлеу рәсіміне барғысы келген адам Осиптің бұрынғы бастығы Валиатустан басқа ешкім емес еді. Олар бұл трюкті жасау үшін даяшы мен балаға 2 франк тиынмен төледі. Алдымен олар қалада жаңа мемлекет құру үшін француз сарбаздарының келуі туралы өтірік айтты. Содан кейін Бендер пайда болды және ол жақын арада жаңа көшбасшы болатын ықпалды адамға жақын екенін айтты. Ол сондай-ақ осы жаңа үкіметте ықпалды лауазымға орналасқысы келетін кез келген адам бұл үшін төлеу керек екенін айтты. Бендердің сөздері өте тәтті және тартымды болды. Бірақ оларды одан да тартымды ету үшін олар бұрын төлеген жігіт торттың үстіне глазур қойды. Ол көпшілікке жүгіріп барып, француз сарбаздарының портқа келгенін және бұл Валиадистің назарын аударғанын айтты. Ол дереу ақшасын Бендерге берді. Содан кейін, бұл жерден кеткеннен кейін, Бендер бұл ақшаның барлығын бетперде сатып алуға жұмсап, өзін бай дворян және қарт адам ретінде көрсетті. Марқұм Менделдің досы, Жоспар сол жерде болған. Софи мен Чинси есімді тағы бір әйел олардың бетпердесін байқағанына қарамастан жұмыс істеді. Сол кезде Мишка Бендердің жерлеу рәсіміне келетінін бұрыннан білетін. Сондықтан ол жиналғандарға дауыстап жариялап, айлакерді өлі немесе тірі ұстай алатын кез келген адамға 10 000 рубль ұсынды. Содан кейін ол адамның басты ерекшелігін қолындағы тыртықты сипаттады. Көп ұзамай Осип пен Бендер өз міндеттерін орындау үшін бөлініп кетті. Ал Бендер таяқ іздеуге кетті. Ал Осип айналаны бақылап отырды. Көпшілікпен араласу үшін Осип даяшы кейпіне еніп, жан жағына қарап, қонақ үйден бұрынғыдай қызды байқады. Хауа өзінің күзетшісімен бірге. Бірақ бұл жолы ол оққағардың оған өте дөрекі қарағанын байқады. Бұл арада Бендер өзін әлсіз және қарт адам сияқты ұстады. Бұл кездейсоқ Мишканың назарын аударды. Олар оған баруға көмектесуді ұсынды. Ол олардың көмегінен тез бас тартты. Бірақ күрес кезінде оның қолы көрініп, екі адам сипаттамаға сәйкес келетін тыртықты көрді. Аю сыйға тартты. Екінші жағынан, Осип өзін өзі өлтіргісі келгендей көрінетін Хауаны жасырын түрде қуып жетті. Сондықтан ол оны тез тоқтатып, оның не істегісі келетінін сұрады. Ол ақыры оған бәрін мойындады және оның шын мәнінде отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сатылған кедей қыз екенін түсіндірді. Ол оған оққағары оны тек ауқатты адамдарға сату үшін асыл әйел ретінде киіндіргенін айтты. Осип оны қатты аяп, оны 2 есе қымбатқа сатып алуға уәде берді. Бірақ Хауа неліктен бұлай істегенін сұрағанда, оның түсіндіруге көп уақыты болмады. Сондықтан ол оны жақсы көретінін айтуға мәжбүр болды. Өкінішке орай, Софи осы сәттің куәсі болды. Сондықтан Осип оны тез қуып жетіп, мұның бәрі түсінбеушілік екенін түсіндірді. Және бұл оның барлығын құтқара алуының себебі ғана болды. Бақытымызға орай, ол оған сенді. Осы уақытта, осы бейберекетсіздіктің бәрі жүріп жатқанда, Бендер олар аң аулап жүрген таяқты іздеумен айналысты. Бірақ кенеттен Мишканың бір адамы тапаншамен келді. Бақытымызға орай, Осип көмекке уақытында келді. Олар бірге сенген кеудесін тартып алды. Олардың қолдарында бағалы таяғы бар еді. Бірақ оларды тез арада аюдың адамдарымен күзетшілері қоршап алды. Сол қорқынышты сәтте олар өтірікті тағы да қару ретінде пайдаланды. Бендер жәшікте бомба бар екенін және ол 10 секундтан кейін жарылып кететінін айтты. Бақытымызға орай, Аметист командирі бомба туралы қауесетті естігендіктен олар шошып кетті және бұл оларды таң қалдырды. Бұл Бендер мен Осипке терезеден секіруге жеткілікті уақыт берді. Төмендегі көлікке, өйткені солай болды. Бендер отырғандарға көлікті қашуға дайындап, күзетшілерден қашуға көмектесуді бұйырды. Өкінішке орай, тар жолдар көліктің жылдам жүруін қиындатты. Сондықтан Бендер мен Осип көлікті тастап кетуге мәжбүр болды. Олар көлікті тастап, жаяу жүгіруді жалғастырды. Содан кейін қуғыншыдан қашу үшін жер асты түннелімен жүгірді. Алайда Осип көп ұзамай ұсталды. Ол Бендерге көмектес деп айқайлады. Тіпті оны әке деп атады. Бірақ Бендер ақыры қайтып келіп, Осиптің қашып кетуіне көмектескенше жүгіре берді. Қашу оларды қоршап алғанша жалғасты. Тағы да барлық жағынан. Осы кезде Бендер өзінің идеялары қалмағанын және бұл олардың соңы болуы мүмкін екенін мойындады. Бірақ сәттілік оларға тағы да күлді. Мишка Бендерді ұстай алатындардың барлығына уәде еткен сыйлықтың арқасында Мишканың адамдары жанжалдасып, оны бір-біріне атып, Бенд пен Осипке тағы бір рет қашып, соңына дейін жетуге мүмкіндік берді. Түннелді қауіпсіз жерге қойыңыз. Олар жауларынан қашқаннан кейін, олар қатты қуанып, қазына сатудан түскен ақшаға қандай заттарды сатып алатыны туралы айта бастады. Бендер Рио-де-Жанейроға көшіп, сәнді үй салғысы келетінін айтты.
Ал Осип анасын бақытты ету үшін қайық сатып алғысы келді. Көп ұзамай олар қашып кетуді күтіп тұрған қайыққа жеткенде, Бендер тек бір орынға тапсырыс бергені белгілі болды. Бірақ ол 2 орынға тапсырыс бергенін айтты. Содан кейін ол Осиптен қорапта қандай қазына бар екенін тексеруді өтінді. Ал Осип оны қуанышпен ашты. Осы кезде Бендер жасырын түрде тасты алып, қазынаны иемдену үшін Осипті ұрғысы келгендей болды. Өзі үшін қазына. Алайда қорапты ашқанда, ішінен Марктың жерлеу компаниясының кішкене тәрелкесінен басқа ештеңе табылмады. Екеуінің де көңілдері қатты қалды. Содан кейін Бендер Осипке кемедегі орнын ұсынды. Бірақ Осип бұл оны қаладан кетуге мәжбүрлеудің тағы бір айласы болуы мүмкін екенін тез түсінді. Сондықтан Бендер нағыз қазынаны жалғыз іздеп, оны өзіне ала алады. Осыған байланысты ол барудан бас тартып, орнына қазына іздеу үшін қалаға қайтты. Бендер тез арада оның соңынан еріп, кеме иесіне келесі күні қайтып оралуын айтты. Сонымен бірге ол баланы мұндай қауіпті қалада жалғыз қалдыра алмайтынын айтты.